құрметті оқырмандар және әріптестер. Ежелгі Жаркент жерінде ел байлығын еселеп арттырумен атағы шыққан адамдармен қатар шығармашылық еңбегі арқылы да көпке танылып жүрген абзал жандар көптен саналады. Ән, ананың ақ сүтімен дарыған, өнерпазсың уызында жарыған, тұқым қуған өлем мұраң әкеден композитор болдың халық таныған деп Ордақ Асқар ағамыз жырлағандай, солардың бірі Базархан Төреханұлы. Ақын жүрегі бұрқанған сезім ұясы, оның көзі қырағы, жүрегі барлық адам жанының шаттығы мен қуанышын түсіріп алатын құрал іспеттес. Ол өзінің өмірдегі көргенін, көңілге түйгенін қағаз бетіне түсіріп алады. Сол өлеңге ақын парасатын, бойындағы бар қуатын беруге тырысады. Биылғы жылы 5 мамырда ақын ағамыз 80 жасқа толады. Осы атаулы датаға орай кітапханамыздың оқырмандар залында ақын, жазушы, арысазгер атты үлкен көлемде кітап көрме жарық көрді. Көрмеге Базархан Төреханұлының қаламынан шыққан проза, өлең және жыр жинақтары қойылған. Атап өтетін болсақ, Сырлы сезім 2004 жылы жарық көрген әндер жинағы, Жетісу ұлымын 2006 жылы, 2008 жылы Жаркенттегі жер, Жеті өзен жеті арасан атты танымдық шығармалар жинағы, 2009 жылы Тұлпардың тағдыры, 2013 жылы Қош бол махаббат, 2017 жылы Жесірдің күні. Ел шығыстан ауғанда 2019 жылы жарық көрген. Сонымен қатар Қожбанбет би тарихи деректер мен ел аузынан әңгімелер жинақталған кітабы 2015 жылы Панфилов ауданы Суан Баба қоғамдық қордың қолдауымен басылып шыққан, құрастырушысы Базархан Төреханұлы. Сазгер, ақын, қаламгер Базархан Жақыбаев туралы және оның сан-саналы шығармашылығы жөніндегі жинақталған әдебиеттер топтамасы Ерғазы Манапұлының Бекзат болмыс Базекең атты кітабы 2012 жылы басылып шыққан. Бұл кітап талантты өнер иесінің, ақын жазушылары мен өнер зерттеушілерінің және оқырмандардың көп жылдан бергі баспасөз арқылы жарық көрген зерттеулері мен пікірлері, жинақтары осы кітапқа енгізіліп отыр. Келесі кітабымыз Жанат Ахмадидің Ағысы арынды асыл арна романы. 2020 жылы шыққан. Жазушы бұл шығармасында сонау балалық шағынан бастап өмірінің соңына дейін сыйласқан жан досы жайында жүрек тебіренісі мен іңкәр сезіммен сыр ақтады. Романның басты кейіпкері Базархан Жақыбаев. Кейіпкер ғұмыры арқылы өткен екі ғасырдағы аумалы төкпелі аласапыраның заман тыныс тіршілігін көркем кестелеп, әсерлі әңгімелеп берген туынды, тарихи тағылымдық мәнімен құнды. Жас ұрпақты жырларымен сусындатып келе жатқан Базархан Төреханұлына мына өлең шумақтарын арнағымыз келеді. Шыққанда ел мен жұртқа жақсы атағы, жалғасар азаматтық бақ сапары, 80 жасқа келді міне Базархан ата, бүгінде бір ауылдың ақсақалы. Біз үшін ақыл айтар үлкен дана, сыйлысыз туыс достқа, ел мен жұртқа, ұзақ жасай беріңіз ортамызда, сусындатып ұрпақты ән мен жырға. Өмірдің әр қырынан іздеп арай, бақыт құсы самғасын сізге қарай, 80-нің асуынан еркін асып, тәтті қадам басыңыз 100-ге қарай. Назарларыңызға рахмет. Қалқатайлар жастығын бол